Құдай адамзатты өзі қойған ережеден өзі құтқарды деуге бола ма? Әрине. Өзі құрбан болды, өзі құтқарды, өзі алып кетті. Ал бағанағы әділетсіздік жайлы айтатын болсақ, адамдар өзі таңдады деп жатсыз ғой. Мысалы, жұмаққа кету сұрақ мынандай ғой, менің ойымда Құдай адамды таңдады, біреуін жұмаққа, біреуін тозаққа. Осы пікір қаншалықты дұрыс? Ол өте қиын сұрақ. Иә, біз құрбандық жайлы айтып отырық қой. Осы құрбандықты берді, бір адамдар қабылдады, бір адамдар қабылдамады деген сияқты. Қабылдамады, значит, сен болды кет, тозаққа кеттің. Сен қабылдадың, сен болды жұмаққа кір деген сияқты. Осылай түсінуге бола ма? Ол уже кішкене басқаша түсіндіріп жатсыз. Иә, екеуі әртүрлі. Сіз енді соны бүйтіп ара жігін ажыратып берсеңізші. Бұл сұрақ әдейі солай қойылып отыр. Адамның еркін алып тастауға болмайды. Құдай сен маңдайына тозақ деп жазып қойды деп айту да дұрыс емес болады. Себебі біз келі кітаптан не көреміз? Келі кітапта көптеген әшкерелеуді көреміз. Құдай пайғамбарлар арқылы адамдарды әшкерлейді. Что адамдар өздері Құдайдан бас тартты, Құдайдан алшақтады, осындай түнекті, тозақты, күнәні таңдады деген сөздер өте көп. Сондықтан біз адам шарасыз болды, адамда таңдау болған жоқ деген сөздер ол келі кітап тұрғысынан дұрыс емес. Келі кітап бізге олай айтпайды. Келі кітап бізге үнем адамның жауапкершілігін былай сызып көрсетеді. Сондықтан осыны біз жоғалтпау керекпіз. Егер осыны жоғалтсақ, онда біз уже келі кітапқа сай сөйлемейміз. Андай қызық нәрсе байқап отқан жоқсыз ба? Адам тозаққа кету үшін әрекеттерді өзі жасады, заслужить етті, кетті. Тура солай жұмаққа бару үшін өзі әрекет жасап, заслужить етті дейін десем, сіз олай болмайды деп шығасыз. Айтайын ба неге? Иә. Себебі адам олай істей алмайды. Не істей алмайды? Бірақ жаңа айттыңыз жоғарыда. Себебі адам күнәһар. Яғни кішкене мысалмен түсіндіріп кетіңізші, күнәһар. Қараңыз, бала шырылдап дүниеге келді. Ол көп нәрсені түсінбейді. Бірақ есе, өсіп, ол жаймен не істейді? Жаймен әртүрлі дұрыс емес әрекеттер жасайтын болады. Дұрыс нәрсені де үйренеді жүр. Әрине ол дұрыс емес нәрсені үйренеді бірге. И солай өседі ол. Бала кезде ол біреуді ұрады, біреуден бір нәрсе тартып алады, біреуді даже жамандайды. И бұл әрине жақсы істер емес. Есе келе ол ата-анасын тыңдамайды, мектепте біреуді тоже мазақтайды, біреуді ұрады, может біреуден даже бір нәрсесін тартып алады, яғни ұрлайды. Өсе келе ол әртүрлі азғындыққа батады. Ол андай некесіз қарым-қатынастарға көптеген сондай өте олар атамақыр көптеген жиркенішті нәрселер жасайды. Не андай ішімдікке де сондай әртүрлі нәрселерге беріле береді. Біреуді өтірік алдайды, біреуді алдайды. И сондай тоқтамай атай беруге болады. Көптеген дұрыс емес, көптеген даже адамның тұрғысынан көптеген заңсыз нәрселер жасайды. Енді соны өзі тоқтатамайды дейсіз ба? Жоқ. Бірде бір адам дүниеде туылған жоқ, чтобы осыны тоқтату үшін. Әрбір адам осыны жасап жүрді. Барлық адам, келі кітап бізге солай өтеді. Барлық адам Құдайдың алдына күнә жасады. Барлығы сол күнәға батты. Тіпті даже бізге егер ең алдыңғы парақтарға қарасақ, адам атадан кейін Құдай не көреді? Құдай әлемге қарайды и айтады, что адам баласы сол бала кезінен ақ уже күнәһар. Оның барлық ойлары уже дұрыс емес дегендей. Сондықтан адам баласы ол өз-өзін ақтауға қабілетсіз. Ол өзі күнәні таңдайды, күнәні сүйеді. Сүйгендіктен адам соны жасайды. Ешкім адамда мәжбүрлемейді өтірік айтуға, немесе сондай жыныстық қарым-қатынас жасауға, сондай именно ойнастық жасауға, сондай некесіз қарым-қатынас жасауға ешкім итермелемейді адамды. Адам өз еркімен, өзі соны сүйгендіктен соған ұмтылады и сондай былыққа бата береді.
Сондықтан адам баласы қанша жақсы істесе де, оның счетына қарасаң, теңеспей ма сонда екеуі бір-бірімен? ешқашан. Сонда былай айтқан кезде сіздің сөзіңізден мен мына нәрсені түсініп отырмын. Адам өз жақсы іс істеуге қауқарсыз, жақсы іс істей алмайды деп айтып отырсыз. Былай Құдайдың айтсақ алдында. қараса, адам баласы жақсы іс жасай алады деген солай тоқталайық, жақсы істей алады, бірақ ол жеткіліксіз. Ақталу үшін, өзін бүкіл күнәсін ақтау үшін бұл жеткіліксіз. Даже мен осындай өте жақсы салыстырма бар. Ол айтады, елестетіп көріңіз, ең жақсы адамды дейді. Ең жақсы адамды. И вот Құдайдың енді қойған стандартымен өлшейсек, айырмашылық білесіз бе қандай болады? Құмырсқан ұясын алыңыз, ең биік тауды алыңыз. Қаншалықты олардың арасында айырмашылық? Үлкен айырмашылығы. Өте үлкен айырмашылық. Дәл осындай адамның күйі. Адамның қанша ол жақсы болуға тырысса да, ең жақсы адамды алыңыз даже. Ол құмырсқан ұясындай ғана биікке болады. Ал Құдай қойған талап, Құдай қойған стандарт, әділеттіктің ол өте жоғары. Ол тау іспетті. Сондықтан адам баласы ешқашан сондай деңгейге жете алмайды.